Достым, арнаға жазылуды ұмытпа. Біз ылғи да өз-өзімізді оқу бітіремін, жұмыс істеп тәжірибе жинап алайын, барлығы реттеледі деп өз-өзімізді басып жүреміз. Кейін үйленіп, бала шағалы болғанда өз-өзімізден аяп, балаларымызға жырымдап, білсе, олар кішкентай, немесе олармен ешқайда шығуға болмайды деп шектелеміз. Кейін балаларымыз есейіп кеткенде, олардың кесапаттығы, жаман қылықтары мен жүріс-тұрысы біздің жүйкемізді тоздыра бастайды. Бірақ біз бала кезімізде олардан да асқан жаман болған шығармыз. Одан кейін бір істі бастамақ болсақ, біз әртүрлі оқиғалардың нәтижесінен демалыстан кейін, жаңа жылдан кейін, қыста немесе одан кейін бастаймын деп кейінге қалдыра береміз. Былай қарасаң, барлығы да оңай. Мына өлеңнің сөздері есіңізде ме? Бұл әлемде бәрі таңқаларлық, оған бір сәт қана бар, және оны ұстап қалыңыз. Өткен шақ пен болашақтың арасында тек бір сәт бар, ол өмір деп аталады. Сондықтан, осы күнімізбен өмір сүріп, өткен шақпен түңілмей, болашаққа аса үңілмей, барлығы өз орнымен болғаны дұрыс. Барлығымыз елдегі ахуалды білеміз. Теледидардан бізге бірыңғай қырық өтірікті жүргізетінін білеміз. Қарасаңыз, егер де сіз бір жиынға қатысқан болсаңыз, немесе сол айда болып ақтың ақ екенін білсеңіз, бұқаралы ақпарат құралдарынан керісінше айтылып жатқанын естіген болсаңыз, таң қалмайсыз. Егер осындай жағдайдан немесе басқа да қызықты жағдайлар басыңыздан өткен болса, пікірлер алаңына жазыңыз. Бұның барлығы неге айтып отырмын? Технологияның қарқын дамуына байланысты ақпараттар жан-жақтан ағылып жатқаны мәлім. Сондықтан біз ылғи да стресте жүреміз. Теңге құлдырап жатыр, бензин қымбаттап жатыр. Жамбыл облысындағы жарылыс, барды есек озды деген сияқты ақпараттардан хабардар болып, күйзелісте жүретініміз рас. Егер де осының барлығын өзіңнен өткізетін болсаң, есің ауысып кетуі ғажап емес. Бернард Шоу айтқан екен: адамдар әрқашанда, әр жағдайдан кемшілік тұстарын тауып, сылтауратып жатады. Мен жағдайларға сенбеймін. Бұл дүниеде өзіне қажетті амалдарды іздеп, алға басатын адам ғана жетістікке жетеді. Егер ол ондай амал таппаса, онда оңтайлы жағын өзі жасайды. Сондықтан оқуды бітіруді, арықтауыңызды, үйленетініңізді күтіп жүре бермеңіз. Күтуді доғарыңыз. Елдің жағдайын ел басшысы түзетіп береді. Жақсы өмір сүріп кетеміз. Зейнетақыға жеткен соң істеймін деген сенімді қойыңыз. Жұма күнгі кешті, дүйсенбі күннің таңын, көктемді, жазды күтуді доғарып, осы күніңізбен өмір сүруді, әрекет жасауға кірісіңіз. Жақын адамдарыңызды бағалаңыз, өз ісіңізбен айналысыңыз деп Габриэль Гарсия Маркестің айтқан сөзіне сүйене отырып мен де айтпақшымын. Өміріңіздегі қуанышты сәттер ол бақыт, ол өміріңіздегі соңғы қуаныш емес. Нағыз бақыт дәл қазір басыңыздан өтіп жатқан сәттер. Жұмыс істесеңіз, мансап, ақша үшін ғана істемеңіз. Іспен айналысқыңыз келсе, айналаңызға мән беріңіз. Мына тестті тапсырғыларыңыз келеді ма? Ендеше қолыңызға қағаз бен қалам алыңыз. 2 минут уақытыңызды бөлсеңіз, біраз нәрсені түсінесіз. Әлем бойынша ең сұлу 5 аруды атаңыз. Әлем бойынша ең бай 5 кәсіпкерді атаңыз. Нобель лауреатының үздік иегерін атаңыз. Соңғы рет марапатталған Оскар сыйлығының үздік 5-еуін атаңыз. Ал енді өз-өзіңізге адал болып, жақсылап ойланыңыз. Сіз құрметтеген және сіздің біліміңізді арттыру үшін барын салған ұстазыңызды атаңыз. Сіз үшін барлығына дайын болған 3 адал досыңызды атаңыз. Сізді ерекше тұлға ретінде білетін 3 танысыңызды атаңыз. Әрқашанда бос уақытыңызды бірге өткізетін 3 адамды атаңыз. Сонымен
Өміріңіздегі маңызды адамдардың барлығы сұлу, бай, ақылды, жеңімпаз болмауы мүмкін. Бірақ ол адамдар сізбен бірге қиын қыстау заманда, қуанышта да бірге болған. Бұл адамдар сіз үшін аса маңызды, аса қымбат. Кейінге шегінсек, лирикалық қызықты оқиғаны айта кетейін. 90-шы жылдардың басында Солт-Лейк-Ситидағы паралимпиадалық ойындарда кей деректер бойынша 92 жылы Сиэтл паралимпиадасында 9 мүгедек спортсмен 100 метрлік жүгіру жолында жеңімпаз боламын деп үміттеніп дайын тұрады. Бір сәтте жүгіріп келе жатып 9 баланың біреуі құлап қатты жылап жібереді. Ол кезде қалған 8 бала ана баланың жылағанын естіп артқа бұрылып қарайды және қайтадан артқа шегінеді. Сол кезде Даун синдромы бар бір қыз бала жерде құлап жатқан балаға қолын созып, тұрғызып, барлық жарысқа қатысушы 9 бала құшақтаса жүгіріп, мәреге бірге жетеді. Стадиондағы барлық көрермен орындарынан тұрып, ду қол шапалақтайды және осы оқиғаны осы күнге дейін айтып келеді. Неліктен? Себебі біз барлығымыз білеміз, мақсатымыз ұту емес, керісінше басқаға көмектесу. Тіпті қажет болса бір мезетке тоқтап, бағытымызды бұрсақ та. Жақын адамдарыңызды қауіп-қатерден сақтаңыз, оларға қол ұштарыңызды созыңыз. Ол кісілер сізге де дәл солай жауап қайтарады. Жақын адамдарыңызбен осы видеоны бөлісіңіз. Видео ұнаса еңбегімді бағалап лайк басыңыз, арнама жазылып қоюды ұмытпаңыз. Арнадағы жаңалықтарды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Пікірлер алаңын ашып оқып тұрыңыз. Ол жерде кейбір кездерде ақылды адамдар пайдалы кеңестер, оқиғалар жазады.